Достар, біз, яғни қарапайым адамдар, климаттың өзгеруіне қалай бейімделе аламыз? Мамандар мына қадамдарды ұсынады. Бірінші қадам – саналы тұтыну. Пластикті азайтыңыз, су мен энергияны үнемдеңіз. Мұндай кішігірім әрекеттердің өзі маңызды. Екінші қадам – ақылды көлік таңдаңыз. Мүмкіндігінше велосипедке, қоғамдық көлікке отырыңыз, немесе жаяу жүріңіз. Үшінші қадам – ағаш отырғызыңыз. Ағаштар ауаны тазартып, температураны төмендетеді. Егер өзіңіздің мұндай мүмкіндігіңіз болмаса, онда еріктілерге қосылыңыз. Төртінші қадам – табиғи апаттарға дайын болыңыз. Апат айтып келмейді. Су, жарық, шам, дәрі-дәрмек алып, құжаттарыңызды жинап қойыңыз. Бесінші қадам – экологиялық бастамаларды қолдаңыз. Петицияларға қатысыңыз, еріктілердің қатарына қосылыңыз, белсенділердің бірі болыңыз. Экологиялық ұйымдарға көмектесіңіз. Алтыншы қадам. Бұл қадамды өзім қостым. Осы видеоға пікір жазып, лайк басып таратыңыз. Алғашқы үлесіңізде климаттың өзгеруіне бейімделу процесін осылай бастаңыз. Рахмет!